fighting card. Let's start! The next fight in welterweight division, introducing, fighting out of the blue corner, his professional record, 6 wins, 4 losses, stands 178 centimeters, his weight 77 kilograms, fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan, Adis Talaybekov! His opponent, fighting out of the red corner, his professional record, 13 wins, 6 losses, stands 185 centimeters, his weight 77 kilograms, fighting out of Curitiba, Brazil, Douglas Puma de Oliveira! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Автауна ұтып алу жөнөкөй. 100 айфондун бирин ұтып алу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Рефери Ақтілеу Әскербайұлы тиісті нұсқауларын жасады және жекпе-жек басталды. Бірінші раунд. Адис Талайбекұлы және Дуглас де Оливейра. Енді Ғалым мырза, біз Дуглас де Оливейраның бұған дейінгі жекпе-жектерін көріп жүрміз. Серік Разғалиевпен аса тартысты айқас өткізді. Бұдан кейінгі екі айқасында жеңісті. Серияның авторы 2-1 жекпе-жегінде уақытынан бұрын аяқтады. Енді бүгін осы қырғызстандық жауынгерге қарсы шығып отыр. Талайбекұлы де Оливейра. Алғашқы барлау соққылары. Талайбекұлы Талайды көрген жігіт. Бірден күрес әдісіне қарай көшуге ниет танытуда. Дегенмен де Оливейра сатылып шығып кетудің амалын қарастыруда. Қазір Қырғызстандық жауынгердің құшағы мығым екен. Барынша қолын шығарып алды. Енді де Оливейра қарымта әдіске көшеді. Талайбекұлы бірден физикалық күш қуатына иек артуда. Де Оливейра қарсыласын қазір қолын байлау арқылы өзіне бір оңтайлы сытылып шығып кететін сәтті іздейді. Жақсы. Тағы да тіземен де Оливейра өзінің қарқынын енді тапқандай. Тағы да соққы деген секундантарының даусын де Оливейра қалт жібермей естіп, лезде орындауда. Талайбекұлы шындығында осы көп күш жұмсап қоймады ма деген ой келуде Ғалым мырза. Енді екі тараптар күшін жұмсауда, бірақ көбінесе осы қарсыласты тырп еткізбей ұстап тұру арқылы оны бақылауда ұстап тұру оңай емес.
Нағыз бір позициялық текетірес. Екі тараптан да. Ал Талайбекұлы осы басымдығын әрі қарай өрістетіп алып кете алады ма? Көздегені партер секілді. Валерий Рафиковтың Оливейраға секундантық қызмет атқарып жатқан сәті. Амаша. Шынтақпен тағы бір мәрте ұрып көруге тырысқан еді. Талайбекұлы жоқ. Оливейра лоу соққыларын іске қосты. Қашықтықты енді тез қысқартуға мүмкіндік бермеу керек. Қырсан Жангөйе тамаша. Тағы бір соққы. Талайбекұлы тек осы ұмтылыстарымен ғана қазір Оливейраның аптығын басуға тырысып көреді. Раундтың аяқталуына 1 минуттай уақыт бар. Талайбекұлы, жақсы. Орындады. Діттеген мақсатына жетті әйтеуір. Осы бір әдісті көздеген еді. Қырғызстандық файтер. Әрі қарай дамытып кете алады ма? Қарсыласының ту сыртына шықты. Тіземен шабуылдауға көшті. Талайбекұлы. Бұл Оливейра үшін құлайсыз. Шығу керектігін біледі Оливейра. Біз қарсыласының тастай қатып қалған ұшағын жазып, қазір өзіне басын шайқап қояды Оливейра. Демек, барлығы орында деген сыңай танытып жатқандай. Алғаш жығып алды ғой Қырғызстанды жауынгері. Оның бәрі есепке алынады ғой. Жығып алған сәті бар. Одан кейін осы бақылаушы сәт, бақылауында ұстауы. Оливейра үшін қазір тағы бір сынақ сәті. Тек тұрып төбелесу арқылы өзінің басымдығын шегелеуі тиіс. Екірдей соққысы өтті. Оливейра тағыдан ұмтылыс жасауда. Қырғызстан жауынгер бірден аяққа өтті, бірақ көздегені бола қоймады әзірге. Тағы да сол бірінші раундтағы картина. Оливейра тығырықтан шығар жолды іздеуде. Екі тарап қанша күшті сарп етті осы бір арпалыс сәтінде. Жаңағы Талайбек көрген деп айттық қой. Шындығында ашық шабуыл өтінде қалып қойса, Оливейраның соққылары қалыпты екендігін күні бұрын білген және нәтижелі стратегия құрып шыққан көрініп тұр. Талайбекұлының Оливейра әзірге шарасыз күйде. Шынтағымен нәтижелі осы соққыларын дартуға тырысады. Ауыр соққыларды сал деген команданы естіп жатырмыз. Оливейра бұрышынан Талайбекұлы талпынысы тек болмады. Дегенде жетіп, шалып құлатты. Енді осы позицияны әрі қарай оңтайлы алып кете алады ма?
Енді Талайбекұлы Оливейраның ту сыртына шықты. Бірақ бразилиялыққа аяққа топ беруге мүмкіндік берді қазір. Екі тараптың бірінен бір дүрсілкілдеретін соққы, я болмаса айқастың бағытын күрт өзгертетін бір әдіс жетіспей тұрғандай. Терезесі тең дәрежелі екі қарсылас бір-біріне тап келгенде осындай сюжет жиі қайталанып жатады. 8 бұрышта екінші раундтың аяқталуына 1,5 минуттай уақыт бар. Міне Оливейра шынтағын шегелей 2-3 мәрте ұрып көрді. Талайбекұлы бұл соққыдан еш жасқанатын емес әзірге. Қысқа қашықтықтағы соққы алмасу қазір Талайбекұлы өз мергендігімен бір сәтте көзге түскен еді. Оливейра да қарап қалып жатқан жоқ. Қазір енді бразилиялы екі бірдей соққыны қабылдай отырып алға өршелене ұмтылуда. Жақсы, тіке бағытталған соққысы өтті. Нәтижелі тейкдаун. Талайбекұлының еншісінде. Оливейра бұл қапастан қалайда шығуды көздейді қазір. Ал Талайбекұлы өз раунд соңындағы өзінің ойындағы көздеген соққыларының барлығын дұрыс орындай алуда қазір. Тұр деген команда келді. Тіземен 2 мәрте айқасты түйіндеді осылай. Қырғызстан жауынгер. Үшінші раунд. Шешуші раунд. Шешуші. Ақтық кезең. Алғашқы соққы Оливейра алыстан. Шабуылдауға кірісті. Лоу. Оливейраның дәстүрлі соққыларын көре алмаудамыз көп жағдайда. Ал Талайбекұлы өз көздеген мақсатын ақырын жүріп анық басып орындай алуда қазір. Қорғанысында болсын, жасап өткен шабуылында болсын, шашау шығып жатқан ешбір қимыл жоқ, барлығы орнымен. Оливейраның бауырымен өрмелеп кеудесіне қарай қонып алуды көздейді Талайбекұлы, бірақ оған барар жол оңай жол емес. Талайбекұлы енді шынтағын пайдаланып көрді қазір. Бір-екі сәтте осы партердегі белдесу Талайбекұлына тән бір төбелесу әдісі. Сырт көзге қарасаңыз ешбір ауыр да өткір соққы өтіп жатпағандай көрінеді, бірақ екі жауынгер қаншама күшті сарп етіп тастады осы сәтке дейін. Талайбекұлы сол қолымен қарсыласының қорғанысынан саңылау көрсе ұрып қалуға тырысады. Басынан, ішінен қайталай сериялы соққылар. Бұл тиісінше ұпай.
Қырғызстандық жауынгердің еншісіне жазылып жатқан. Да Оливейра бұл жолы енді шығуға қауқарсыз көрінеді. Шығып кете алса әлде уақыт бар. 2,5 минуттай раундтың бел ортасынан, ақтыққа шешуші раундтың ортасынан енді астық. Талайбекұлы өз қарсыласын осы қапталдан бақылау арқылы тырп еткізетін емес. Міне өткір бір соққыларын өршелене ұруға кірісті. Шынтақ. Да Оливейра. Да Оливейраның дәрмені сәт сайын, секунд сайын тайып барады. Өйткені қаншама күш шығады. Енді міне Да Оливейраның санынан найзадай қадалған Талайбекұлының тізесімен бағыттаған осы соққылары Қырғызстандық жауынгерге сондай тамсанарлықтай бір тойтарыс бере алмады. Иә, шындығында ашық айқастың бір боларын күткен еді. Жанкүйер жұрт, жалпы болжам жасаушылар дегенмен Талайбекұлы өзінің құрып шыққан сценарийін бүгінгі кештің басты сюжетіне айналдыра алды. Осы жекпе-жек барысында ешқандай асығыстық жоқ. Талайбекұлы партерде суда жүрген балықтай. Шынды керек. Осыны паш ете алуда қазір. Раундтың аяқталуына санаулы секундтар қалды. Да Оливейра соңғы секундтарда қылқындыру әдісін жүзеге асырып көруде. Қазір және қаншалық сәтті болады бұл әдісі, және Талайбекұлы ешқандай қиындық жоқ деген белгі берді бас бармағын шошайтып. Және жекпе-жек аяқталды. Раунд соңындағы осы бір сәт бәлкім күрт өзгертеді. Decision of judges 28-29. Winner by unanimous decision is fighter of the blue corner, Adis